Бірде орманда аңдардың патшасы арыстан бәйге жариялайды. Ол бір қазан суды қайнаттырып, осы суды кім ішсе, сол көп сыйлыққа ие болады дейді. Көп сыйлықты алғысы келген көп жануарлар алаңға жиналады. Қанша жерден өжеттенсе де, олардың қай-қайсысының да қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармайды. Ең соңында қоян келеді. Ол қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп алады да, суды ыстықта ішуді жақсы көремін деп жан-жағына қарайды. Ендеше іше ғой дейді аңдар оған аң-таң болып. Аңдардың бәрі қоянның не істейтінін көздерімен көруге асығады. Қоян ұзыннан ұзақ қаз-қатар тізіліп тұрған аңдарды жағалап жүріп, мінекей достарым, мынау ыстық су, көздеріңмен көріңдер, сенбей қалмаңдар деп бас-басына көрсетіп шығады. Қоян аңдарды басынан аяғына дейін аралап шығып, бәріне бірдей көрсетем дегенше қазандағы су суып та қалады. Ал қулығын асырған тапқыр қоян суып қалған суды басынан бір-ақ көтеріп сіміріп ішіп алады. Таңданған аңдар ауыздарын ашып, көздерін жұмады. Тіпті олар қоянға қызыға қарай бастайды. Алданған аң патшасы арыстан қоянға көп сыйлық береді. Міне нағыз ер деп мақтайды. Сөйтіп, небір айлалы аңдарды асып түскен тапқыр қоян көп сыйлыққа ие болады.